Тарас Григорьевич Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Біздің мектеп 50 жылдан асқан тарихы бар білім ордасы. Мектебімнің жолы естелікке толы, өмірімнің үлкен өткелі. Оқулық пен дәптер оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Мектебім киелі, қастерлі мекені, өзің еңбекке жетемін. Оңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсан жандарымен мерекеде білем, мектебімде жүрген әр күнім. Мен Жеткербай Айару, Қайрат Әліби атындағы үздік жыл оқушысы 2025 байқауының жеңімпазымын. Әр ауылдың өзін шамшырағы, елге қайрын тигізіп, туған топырағының болашағына дем беретін тұлғасы болады. Біздің ауыл үшін сондай рухани тірек, өнеге мектебіндей азамат, мектебіміздің түлегі, елге қадірлі кәсіпкер, ауылымыздың ең ірі меценаты Қойлыбаев Қайрат Әлібиұлы. Қойлыбаев Қайрат Әлібиұлы атындағы үздік жыл оқушысы байқауы, бұл мектепшілік үздік жыл оқушысы атты дәстүрлі байқау. Байқау негізінен оқушылардың жыл ішіндегі оқу тәрбие, қоғамдық белсендік, көшбасшылық және басқа да маңызды жетістіктерін бағалап, және сол арқылы ең үздік оқушыны анықтау мақсатына өткізіледі. Мақсаты өскелең ұрпақтың бойында ұлттық патриотизмді, көшбасшылық қасиеттерді, шығармашылық және оқу жетістіктерін дамыту, және сол арқылы ең үздік оқушыны анықтау. Байқаудың үздік қатысушыларының қасиетті Түркістан қаласына дәстүрлі саяхатқа жіберіп, олардың тарихи танымдық көкжиегін кеңейтіп келеді. Бұл сапардың барлық шығынын өзі көтеріп, жас буынның бойына туған жер мен ел тарихына деген құрмет сезімін ұялатып, мәңгілік із қалдыру нағыз меценаттың нағыз жанашырының ісі. Қойлыбаев Қайрат Әлібиұлы мектебімізге жасаған жақсылығы мұнымен бітпейді. Ол кісі ең маңызды бөлмелердің бірі география кабинетіне толық демеушілік көрсетіп, оны заманауи үлгіде жаңартып, жаңа технологиялармен жабдықтап берді. Бүгінде бұл кабинет оқушының дүниетанымын кеңейтетін, әлемнің картасын ғана емес, өмір жолын бағытында айқындайтын рухани шаңыраққа айналды. Қайрат Әлібиұлы біз үшін тек меценат емес, жақсылықтың жаршысы, ауылдың тірегі, жас ұрпаққа жол ашқан үлкен жүректі азамат. Оның өнегесі ертеңгі буынға үлгі, жасаған жақсылығы ел игілігіне айналған байлық. Және жыл сайын өтетін жаңа 2025 жылдың ең үздік оқушысы, жыл оқушысы деген атақ алыпсың, иә? Ол атағың құтты болсын. Бұл атақ қалай жетті саған енді? Небір 4-ші сыныптасың? Оған дейтін көп дайындалдым. Сол бір где-то қазандама айтты ғой. Содан бастап дайындалдым. Дайындық қалай болды? Жақсы, күннен күнге күшейіп өтті. Мектебім киелі, қастерлі мекені, өзің еңбекке жетемін. Оңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Мен үшін мектеп тек білім алатын орын ғана емес, жүрегіме орын алатын мекен.